Анам мінез өте пысық кісі болды. Өткір, сондай еңбекқор болды. Соғыстың кезінде 100 шақты сиырды жалғыз өзі бағып, балалары жас болды. 49 жылы авариядан жұрттың малының бәрі қырылып қалғанда, анам мінез мамам коридорға 60 сиырды аман есен қыстан алып шықты. Содан соғыс кезінде үкімет оған орден берді, наградталды. Марданова мінез атақты еңбекқор деп. Барлық кісінің малы қырылып қалғанда, анам мінез 60 құнажынды аман алып шыққанына орден атақ беріп, үлкен марапатқа бөленді. 8 құрсақ көтерді. Ол жас кезінде анам мінез бала көтермей Бекет атаға барып, Бекет атадан сыйынып, 6 ұл, 2 қыз, 8 құрсақ көтерді. Жақсы, балалары жақсы тәрбиелеп өсірді. Барлығы да жерде бөлек-бөлек үйлі баранды семьялы болды. Мамам өткір, өзінің үй шаруашылығына да, мал шаруашылығына да ер адам орнына, әйел адам орнында жүрді. Балаларына жақсы тәрбие, тәртіп беріп, малдың барлық түліктерін ұстады. Жылқы, сиыр, қой, ешкі барлығын ұстап, балаларына үйретті. Маған жас кезінде, бала кезінде, сабақ мектепке бұлай шығартпай, өте қатты ұстап, өткір қатты тәртіп берді. Каникул кезінде маған біздерге киіз бастыру, ши тоқытқызу, алаша тоқытқызу, көрпе жасау барлығын үйретті. Өзінің ақшасымен, машинасымен маған машина алып беріп, іс үйретті. Маған енді өсе бере мал саууды үйретті, түйе саууды үйретті, жылқы саууды, бие саууды үйретті, сиыр саууды үйретті, құлын, сиыр саууды үйретті, ешкі, қой бәрін бағуды етіп, барлығын үйретіп, бір тәртіпке салып, әке орнына да, ана орнына да өз жұмысын атқарып жүрді. Өте сондай пысық адамға жақсы пейіліменен, қамқоршы баласына, көрші көлемдеріне жақсы үлгілі үлкен ана болып көрінді. Енді анам 50 жасына келгенде намаз оқыды. Намаз оқып, Алланың жолында балаларының өсуіне, жапырақтарының жайылуына тілек тілеп, соларды мағып, қағып өсіруін, үлкен балаларының бірінші бала немерелерін өзінің бауырына басты. 4 келін болды. Бір баласы бауырынан жас кезінде оқу бағасын жақсы атқарып жүрген көзділден қайтыс болды. Басқалары өмір сүріп, бері қарай келгесін 5 ұлы уақыт болды. 2 қызбыз бармыз. Бір ағам бар. Жақсы тәрбие берді, тәртіп берді. Сол барлық өзінің істеген құлшылықтарын бәрімізге маған көрсетіп кетті. Мамамның айтқан нелерін бұлжытпай орындап, өзінің көңілінен шығып отырдым. Киім тіктеді, тіктім, киіз басуға үйретті, жылқы саууға, түйе саууға, сиыр саууға, малдың барлық мүліктерінің бәрін үйретіп, сол өзінің көңілінен шығып отырдым.